Баршаңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Жапониядағы ғаламат саяхатымызды жалғастырайық. Өткен аптадағы видеомыз Тотториден Мацуямаға дейін бірге саяхаттаған досымыз Гакки-санмен қоштасқан жерімізден біткен еді. Гакки-санды шығарып салып, өзіміз Мацуяма қаласын аралауға шықтық. Сөйтіп, серуенімізді қаланың орталық көшесінен бастадық. Біз қазір тұрған мына көше, осы Эхиме префектурасының Гинзасы екен. Ал Гинза дегеніміз ол Токиодағы ең күшті, ең қымбат көшелердің бірі, негізгі көше. Мынау сондай көше екен. Және бұл көшенің бойында неше түрлі киім дүкендері, тамақ дүкендері, кафе ресторандары өте көп екен. Және осы жердің Эхиме префектурасы өзі мандаринмен танымал екен. Және осы мандариннен жасалған неше түрлі тәттілерден қазір дәм татып көреміз. Бұл қаланың негізгі көшесінің бірі болғанымен, ығы-жығы халық жоқ екен. Алдымызда киім дүкендерінен бөлек гүл сататын дүкен, музыкалық аспаптар сататын дүкен, гёза және рамен дайындайтын мейрамхана кездесті. Ал мына тауық пен бургер дайындайтын жер ғимараттың сыртына келушілердің суреттерін естелікке іліп қойыпты. Мына жер фотостудия екен. Мұнда да естелік фотолар ілініп тұр. Өте жылы әрі қонақжай атмосфера сезіледі. Енді мына сүйкімді ғимарат пен оның алдында тұрған көлікке қараңыздаршы. Айтпақшы, осы Эхиме префектурасы ерекше дәмді мандаринімен танымал болғандықтан, қаланың символы ретінде осындай сүйкімді кейіпкер таңдалған. Оның бейнесін қаланың әр бұрышынан байқайсың. Ендеше біз де Эхименің дәмді мандаринінен қапы қалмайық деп, қаланың сауда орталығы саналатын көшеге бет алдық. Эхиме мандариндермен танымал, мұны сондықтан мандариннен жасалған түрлі нәрселер кездестіруге болады. Мынау сондай парфе мен алғаным мандариннен. Менікі мына жері төбесінде балмұздақпен, астында білмеймін енді, мұз сияқты жасалған мандарин. Күшті балмұздағы да өте дәмді. Мандарин деп көрейік. Өте. Түріңе қалған жандар. Мацуяма өте күшті қала екен. Иә, Мацуяма қаласы бізге қатты ұнады. Дегенмен келесі күні жолға шығу керек болды. Станцияға келгенімізде жолаушыларды осындай сүйкімді мандарин шығарып салып тұр екен. Ол бізге өз бейнесі салынған желпуіштер сыйлады. Аптап ыстықта, әсіресе жолға шығарда нағыз керек зат. Осылай Мацуяма қаласымен және сүйкімді мандаринмен қоштасып, келесі бағытымыз Кочи префектурасына баратын автобусқа отырдық. Кочи Шикоку аралының оңтүстігінде орналасқан қала. 300 мың халқы бар шағын қала болғанымен, көшелері кең, жайлы мекен екен. Кочи Жапон тарихындағы елеулі тұлғалардың бірі, Мэйджи реформаларын бастаған қайраткер Сакамото Рёманың туған жері болғандықтан, мұнда оның бейнесі жиі кездеседі. Мәселен, мына дүкенде Сакамото Рёмаға байланысты кәдесыйлар сатылады екен.
Ал енді осы қалаға келуіміздің басты себебі Йосакой деп аталатын жапон халқының дәстүрлі биіне арналған мәдени орталықты іздеп жаяулатып келе жатырмыз. Ол орталық осы сауда көшесі біткен жерде орналасқан екен. Діттеген жерімізге жетіп, видео түсірейін деп жатқанымызда бейтаныс кісі «Суретке түсіп жатсыңдар ма, үшеуіңді бірге түсірейін бе?» деп жақындады. Әдетте Токиода жапондар бұлай сөз бастап көмек ұсынбайтындықтан біз сәл таңырқап қалдық. Достар, біз қазір Жапонияның дәстүрлі биін билейтін жерге келіп тұрмыз. Иә, бұл тек қана билейтін жер емес, осы жерде бізге осы биді қалай билеу керек, соны үйрететін жер. Бұл мұражай Кочи префектурасында жыл сайын өтетін Йосакой Мацури фестиваліне арналған. Жалпы Мацури деген не? Соған тоқталып өтейік. Жапон жерінде ертеден бері Мацури деп аталатын фестивальдер өткізіліп келеді. Мацури бір ауданда тұратын адамдарды жұмылдыратын, өте маңызды, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан дәстүрлі мейрам. Мацури жапон халқының ғасырлар бойы сақталып келе жатқан дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына негізделеді. Сонымен бірге Мацури әр өлкенің өзіндік салт дәстүрлеріне қарай да ерекшеленеді. Мәселен, осыдан 60 жыл бұрын осы Кочи префектурасында дәстүрлі Мацуриден ерекшеленетін бір фестиваль дүниеге келді. Ол фестиваль Йосакой Мацури деп аталады. Дәстүрлі Мацуриге қарағанда, Йосакой Мацуриде қаланың жасы да, жасамысы да өте еркін, шат-шадыман, жайдары атмосферада көңіл көтереді. Фестиваль атауындағы Йосакой дегеніміз Кочи префектурасының Йосакой Буши деп аталатын ежелгі халық әнінен алынған. Кочи жерінде дүниеге келген Йосакой Мацури қазіргі таңда Жапонияның басқа өлкелерінен бөлек шет елге де таралып үлгерген. Мың 954 жыл. Соғыстан кейінгі Жапония. Кочи префектурасы. Сол кездегі экономикалық күйзелісті еңсеріп, қала халқының аман саулығын тілеп дұға етіп, жаз мезгілінде саябырсып қалатын сауда көшелеріне адам тарту мақсатында Кочида Йосакой Мацури фестивалі дүниеге келді. Фестиваль алғаш рет өткен жылы оған 750 адам қатысса, қазіргі таңда 10 мыңдаған адам қатысады. Йосакой Мацуридің бір ерекшелігі мұндағы таңдау еркіндігі. Мәселен, басқа фестивальдары қатып қалған қағида бойынша өтеді, және ол ұрпақтан ұрпаққа сол күйінде сақталып беріледі. Онда қолданылатын әуенді, би стилін еш өзгертуге болмайды. Ал Йосакой Мацури фестиваліндегі жалғыз ереже биде наруко деп аталатын шылдырмақ аспап қолданылуы керек. Және бекітілген бір фразаны айтып, белгіленген маршрут бойынша билеп өту керек. Осы қарапайым ережелерді сақтаған кез келген команда фестивальге қатыса алады. Олар кез келген әуен, кез келген костюм және кез келген би стилін таңдай алады. Наруко ағаштан жасалып, түрлі түске боялатын, шарт-шарт еткен дыбыс шығаратын аспап. Ежелде оны ауыл шаруашылығында егінді құстар мен жабайы жануарлардан қорғау үшін қолданған. Бұл аспап біздің зырылдауық деген аспапқа ұқсайды. Қазақтар да зырылдауықты егінге аң құс түсіп, мал таптамасы үшін үркіту құралы ретінде және мал қайыратын құралы ретінде қолданған екен. Мінеки, біз де Мацуриге арналған хаорилерді киіп, Йосакой биін билеп көргіміз келді. Мұражай ішінде биді үйренгісі келетіндерге арнап, осындай бұрыш дайындап қойған. Мұнда қалаған хаорийіңді таңдап, дисплейде көрсетілген видеодағы қимылдарды қайталап, Йосакой биін үйренуге болады. Мына жерде Йосакойды киіп көруге болады екен, соны киіп көрейін деп жатырмыз.
алдымен мына оң жақты мына ішке қарай қаратып байлаймыз. Байладық. Енді екінші жағы мына жерін байлаймыз. Енді сенкі мынадай бар күндерде де болма. Мынаны байласаң да болады, немесе анау. Мынаны байлайтын, байлай саласың mesela. Мынау ішке емес. Анаға қарап бересің.せーの、よっちゃれよっちゃれよっちゃれよ、よっちゃれよっちゃれよっちゃれよ。踊ってみましょう。いきますね。はい。よっちゃれよっちゃれよっちゃれよっちゃれよ、よっちゃれよっちゃれよっちゃれよっちゃれよ。大きくなったで。あっち行って。さあ、今度いきますよ。Йосакой Мацури өтетін күні қаладағы көлік жолдары жабылады. Әдетте автомобильден босамайтын жолдар бұл күні түрлі түсті киім киген жарқын да жайдары бишілерге толады. Командалар ондаған, тіпті кейде 100-деген адамнан құралады. Жапон халқының өз ән-билерін осылайша қастерлеп сақтайтын қасиеті сүйсіндіреді. Осы тұрғыда олардан үлгі алуымыз керек. Бір мейрамның өзі қала өмірін қалай көркейтіп, тұрғындардың көңілін қалай көтеретінін қараңыздаршы. Жас балаларды салауатты өмірге бейімдеп, көңілді жүруге шақыратын, өз жеріңде өз қолыңмен мейрам жасауға болатынын үйрететін керемет үлгі. Жапондар тіпті Йосакой Мацури мейрамының келешегінде ойлайды. Мына жерде келешекте осы мейрамда киілетін киімдердің нұсқасын да көрсетіп қойған. Яғни, көнеден қастерлеп келе жатқан дәстүрін болашақ ұрпаққа жеткізуді де ойластырып жүреді.さあ、戦勝よさこい鳴子踊り、いかがでしたでしょうか。しっかり覚えていただきましたね。やっぱりこれはいいね。はい。この踊りからよさこいが始まったんですもんね。時代はどんなに変わりましても、この成長よさこいのいいところをずっと引き継いで踊ってくれているチームがあります。高知市役所チームの踊りをご覧ください。どうぞ。よさこい最高。Осылай Йосакой Мацури мұражайынан керемет көңіл күймен шығып келе жатқанымызда далада жаңбыр құйып кетті. Бір таса тауып алып, сонда тығылды. Қыздар дүкеннен тамақ алып келіп, жүрек жалғап алдық та қонатын жер іздедік.
Ал қандай жерге қонғанымызды сіздерге келесі бөлімде көрсетеміз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.